Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және желі оқырмандары. Экстремизм мен терроризмге діни көзқарас атты танымды әңгімемізді назарларыңызға ұсынамыз. Экстремизм термині сөзбе-сөз латын тілінен аударғанда экстремизм шекті, шектен тыс көзқарас пен әрекеттерді ұстану, қоғамдағы тәртіп пен нормалды жоққа шығару ретінде анықталады. Экстремизм әр уақытта әрқалай көрініс беретін өте күрделі құбылыс, ал терроризм ұғымына қатысты көптеген анықтамалар мен түсініктемелер болғандықтан жұртшылыққа ортақ анықтама беру қиынға соғады. Алайда оның зорлық, зомбылық, қорқыныш пен үрей туғызушылық және кінәсіз адамдарға кесір тигізу сынды басты белгілерін айқындай кетуге болады. Бұған негіздесек, терроризм үкімет немесе қоғамды белгілі бір саяси талаптарды қалыптастыруға мәжбүрлеу мақсатында жүйелі түрде жасалатын қоқан-лоққы мен зорлық-зомбылық дегенге саяды. Ендігі кезекті экстремизм мен терроризмнің алдын алу жолындағына тоқталайық. Экстремизмге қарсы күрестің бірден-бір жолы олар туралы өз уақытында шынайы мәлімет беру. Бұл жерде әрине күнделікті ақпарат құралдары рөлі өте жоғары. Әйтсе де жасөспірім балалар үшін ақпарат құралдарының беретін мәліметі де жеткілікті емес. Секталардың, экстремистік топтардың қауіпті туралы жастарды көбірек хабардар ету отыру қажет. Ол үшін барлық мектептерде дінтану сабағымен қоса мамандар қауіпсіздік сабақтарын өткізіп, сондай экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды қалай білуге болатыны түсіндіріп, оларды қалай сақтану жолдарын көрсетіп отыруымыз керек. Террорға бейім адамдар мұсылман отбасында, яғни біздің көз алдымызда өсіп жетілді. Біз оларды мұсылман деп санадық. Террорист болу жолында олар қандай күйді бастан кешірді? Біз бұған кінәлі емеспіз бе? Деген көптеген сұрақтар алдымызда тұрғаны ақиқат. Исламның негізін меңгерген адамның террорист болуы елестету мүмкін емес. Террорлық жолда түскен адамдардың мұсылман болып қалуы неғайбыл. Дінде адам өлтіру арқылы ізгі мақсатқа қол жеткізу деген ұғым мүлдем жоқ. Ал енді сондай жолға түскендерге дұрыс тәрбие беру үшін қаншалықты күш-жігер жұмсадық. Рухани дүниелердің қажетті құндылықтарымен сусындату арқылы оларды